Баршаңызға сәлем. Сіздермен бүгін өте керемет бір жасағаннан шығатын испанский чизкейктің рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, бағалап кетіңіздер. Ең алдыменен бізге творожный сыр керек. Одан кейін қантымыз саламыз. Және де қантымыз ерігенше жақсылап миксерлеп аламыз. Миксерлеп болғаннан кейін жұмыртқамызды бір-бірден салып шығамыз. Барлығын бірден қосуға болмайды. Бұны да жақсылап миксерлейміз. Дәл осындай реттілікпен барлық 4 жұмыртқаны да бір-бірден қосып, миксерлеп, бір келкі масса болғанға дейін жақсылап араластырамыз. Одан кейін 33% сливкемізді қосамыз. Жай скорстан бастап миксерлейміз. Одан кейін кукуруз крахмалымызды қосып, кішкене араластырып алғаннан кейін қайтадан миксерлейміз. Дайын болған массамызды табамыздың түбіне фольга қағазын орап, одан кейін оның жан-жағына пергамент қағазын қойып, өйткені ол 2 есеге көтеріледі. Массамызды құйып, жерге ұрып аламыз да 220 градуста 50-55 минут пісіріп аламыз. Пісіп жатқан уақытта пештің бетін ешқандай ашпаймыз. Міне дайын болды. Осындай іркілдек болады. Бұл тағы да төменге түседі. Міне осындай керемет чизкейк шықты. Енді бетін әлеуге кірісеміз. Мен бетін әлеу үшін құлпынайым және құрманы қолдандым. Егер де ешқандай жеміс-жидек болмаса, сахарный пудрамен бетін сеуіп қоюыңызға болады. Ұнаса лайк басып, пікір жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Алтыншаш. Барлықтарыңызға ас болсын.